Соны үзген адам. Үш, төртіншісі әділетсіз адам. Әділетсіз. Дұға тілеген кезде жауап берме, періштелердің жауап бермейтін. Жауап бермегенде Құдайдың бір рахымы шексіз ғой, жауап беретін шығар. Бірақ дұғасының қабыл болуы қиындау болады. Көп адам айтады ғой, дұға қылам, тілегім қабыл болмайды. Неге қабыл болмайды дейді. Енді сол адамда бүйтіп жаңағы бетіндегі жылтырағын бүйтіп алып түбірін жүрегін көрсең, осындай әңгіме шыға келеді ғой. Осындай әңгіме шыға келеді. Анаған ренжіп жүрмін, ол маған баяғыда бүйткен, ол маған сөйткен, мен енді оны қалай оған бүйтем деген. Бұны енді тілмен айту керек қой, жоқ жүрекпен иман келтіру керек қой. Негізі жүректегі нәрсені тіл сөйлейді. Өзі қазақ дұрыс айтады ғой, жүрегімдегі тілімдегі түрімде дейді. Сондықтан өсі солай. Бірақ Абай айтады, ет жүрексіз тілдегі сөзді айтпа дейді. Сол ғой, иә. Өзі иман деген не? Иман деген Аллаға сену. Сену қайдан болады? Жүрекпен болады. Жүректегі нәрсені тіл дауыстап айтады. Ла илаха илlallah деп тілін кәлимаға келтіреді. Өзі дүниеден өтер адамға да барлық адамға тілін кәлимаға келтірдік қояды. Енді біздің қазақ кәлима деп айтамайды, бірақ келмеге деп қояды. Сол келме деген сөздің өзі сол. Жақсы. Енді осы уақытта қай кезде қай жерде өткізуге болады дейді. Үйде өткізген абзал ма, жоқ әлде мешітте өткізген абзал ма? Кімге? Әйел адамына бөлек, ер адамға бөлек. Әйел адамға үйде болғаны жақсы. Абзал. Әсіресе қыз балалардың мешітке баруы дұрыс, жақсы емес. Түн жарымда барып, олар иншалла әдемі көйлектерін киіп, қызыл ала гүлдері барсың, майкаптарын жасап, ары жүрген кезде бәріміздің жүрегіміз тарс соғады. Бұлай жүргенде қайта тарс соғады. Қадір түні бір жақта қалып қалады өзі. Ол жүрек соқпаса, онда қиын да ол. Сондықтан айтайын дегені бұл түнде өзі қыз балалар үйде отырып көрген көйлегін жасап, үйде отырып, ана біздің барлық Қазақстан мемлекетіндегі барлық қазір ұлттық арнадан бастап Хабар, Жібек жолы, бүкіл арна біздің қазақ радиосы, барлық радиолар тікелей эфирде. Қалаған имамыңызды, қалаған әлеуметтік желіге қосып қойсаңыз 24 сағат сайрап жатыр бәрі. Не үшін? Осы ұлтымыздың руханияты артсын, жақсылық артсын деген сол ұнаған адамға, ұнаған тембріменен өзіңізге қойып алсаңыз болады. Көре бересіз. Бірақ енді қыз балаларда сауап іздейді ғой. Біздің сауабымыз үйде ма деп? Қыздың сауабы үйде. Шын мәнінде әйелдің мешіті үйі. Ал енді ер адамдар барған кезде мешітке барса болады. Бірақ айтпақ болғаным, ер адамдардың өзі мына кішкентай ұл балалардың майда төмен сыныптарда балалар мешітке барудың керегі жоқ. Қазір сабалақтап бірінің үстіне бірі шығып, аяқтарын жоғалтып, киімін жоғалтып, ертесі күні бүкіл участковый бәріміз соның аяқ киімімізде жүреміз, молда шатысып бәрі. Керек емес. Балалар үйде отырсын. Егер ата-аналар апарса, сөз жоқ. Өзі апарып, бір мезгіл отырып, содан кейін сәресіне дейін көзіңді мөлдиіп отыр деген сөз жоқ. Ұйықтамай өлгенше бүйтіп көзі қарап ертең күні бір естепне қоямын. Иә, сабақта есеңгіреп отырып, сабағы болмаса жаңағы қызметтегі адамның есеңгіреп отырғаны ол жақсы емес. Сондықтан қазір бізді тыңдаса, жатып ұйықтап, таңға жуық ояу болғаны жақсы болады. Мешітке барған кезде есеңгіреп отырды. Күндіз Түнгі уақытта не істейді? Түнгі уақытында жаңағы уағыз айтылады, сұрақтар болады, намаз оқиды. Хатын Құран түсіріле ме? Хатын Құранды бағыштап жатырмыз қазір. Бүкіл мешіттер еліміздегі оразда тәрәбі бойы хатым оқыды. Сол хатымды бүгін бағыштайды. Негізі соңғы күні бағыштау керек, ертең арғы күні. Бірақ біздікілер жаңағы бүгін бағыштап жібереді, өйткені қадір түнде адам көп та, соң көп адам бата қалсын деген ниеті шығар. Бірақ енді өзіңіз жаңа айтып қалдыңыз ғой, қадір түнін дәл бүгінге байлап қойып, тек қана бүгін ғана құлшылық жасап, ертең мен боспын деуге болмайтын шығар. Оразаны қалай сағынып қарсы алсаң, солай шығарып салу керек шығар бір жақсы. Негізі былай ғой, ораза кеткенменен жақсылықтың есігі кетпейді, жабылмайды. Ораза жабылғанменен Құдайдың рахымдығының есігі жабылмайды. Сондықтан бір оразамен-ақ өмір сүрмесін деп айтқым келетін еді қазаққа. Мынау ораза кезінде бәрі рахматуллахи ва баракату деп сәлемді қатырып беріп, иіліп, ақ шалбар киіп, ойбай, ақ нәс киіп келетіндер бар. Иә, барлығы бір-біріне иіліп, сәлем салып, анамен өзі әйеліңе өкініп кетесің, бекер үйленген екен, соған үйленгің керек деп. Қандай бір-біріменен махаббат сезімдер, бір-біріне иіліп, сәлем салып, күшті боламыз да. Тәп солай. Оразадан кейін қарасаң, қайта балағы бәзаяған. Соқсан ол өзгеретін ай ғой, өзгерейік та. Мен өз биылғы оразаны өзім бір ұран тастап, менің тыңдармандарыма барлығына өзгерейікші. Бұл өзгеретін ай өзі. Ең кем дегенде жаңағы өткенде баяғы жылы біреу айтып еді, Нұреке дейді, ау десем, мен темекіні қойдым дейді. Енді машалла деп айтайын деп жатыр ем.
электронный қойттым нұреке деді ғой. Қап машаллап айтпаған дұрыс болды демедім. Сол сияқты адам өзгерсін деген сөз ғой. Өзгергенді көз көретін уақыт келетін шығар. Ай бәрекелді иншалла. Енді мен бүгін ғана айтып отыр едім әріптесіме, қадір түн дейміз да, қадір түн жақсылық жасау керек, қадір күні жақсы тілек тілеу керек, туған туыс дос жаран елге жерге барлығына садақаның молынан беру керек, болмаса сыйлық беру керек, болмаса біреуге әйтеуір жақсы сөз айту керек. Бұл тек қана қадір түн емес, адамның өмірлік қағидасы болу керек шығар. Иә. Өзі Құранды тек қана біз өзі оразада іздемеуіміз керек. Құран кәдімгі өмір сүру қағидасы, имандылық өмір сүру қағидасы, біреуге қиянат істеме деген өмірлік қағида, таза бол деген тек қана мына таза Қазақстан деген бағдарламаның аясында сенбілік деген суббота күні көшеге шығып қаланы тазалау емес, кәдімгі түбегейлі елді жыл 12 ай осында ұстап қала алсақ, онда осыған өзіміз тәрбиелесек, онда біз жетістікке жеткен боламыз. Яғни ораза деген бұл ашығу ай емес, өз-өзін тәрбиелеу ай деген. Әлбетте, солай. Хабарласқан тыңдаушы бар екен. Ал бізде қайырлы кеш тыңдап отырмыз. Сәлеметсіз бе? Имам мырза, даладан ақша тауып алған уақытта не істеу керек ислам діні бойынша? Мен шақырып таба алмай жатырмыз. Есім тапқан. Көшеден тауып алған ғой. Мен шақыру керек деп па? Негізі былай қыла, шариғат бойынша оны жариялайсыз. Лұқата деп айтылады араб тілінде, жариялап мынаны мен бір тауып алдым дейсіз. Жаңағы бізде енді қазіргі оның орнына мынау әлеуметтік желі, WhatsApp, жаңа басқа нәрсе бар ғой, соны пайдаланып, мен бір нәрсе тауып алдым дейсіз. Бірақ айтпайсыз, ақша десеңіз де болады. Бірақ ақшаны нақты көру керек. Өзіңіз комиссиямен ба қасындағы адамдар қанша? Содан кейін ана есі қойып кетеді, менікі дегендер. Сол кезде нақты суммасын айтып, қандай түрде екен, қандай әмиянда екен айтса, онда соған бересіз. Енді жобалап ұрса оған беруге болмайды. Енді ең қызығы, сіз оны есі табылмай қалса да өзіңізге жарата алмайсыз. Ол біреудікі болып есептеледі бәрібір. Оны беріп жіберу керек қой. Садақаға бересіз ең кем дегенде. Соны былай істесек айтады, мұндай сұрақ көп келеді. Осындай тауып алдым, естесем болады деп. Соны алмай қойға болмай ма, жерде жатқан? Алу керек. Сіз имандысыз ғой. Басқа бір адам араққа жұмсап жібереді, жаманшылыққа жұмсап жібереді. Енді ең қызығы жариялап алғанда кітапта былай келеді. Жарияласын дейді, тауып алдым деп қатты айтсын дейді ғой. Іште айтпау керек. Біздікілер сықырлап айтады. Ол кезде дауыс шықпай. Сақты дауыстап айту керек. Енді байқамай оразамды ашып қойдым, енді бір жағдайларға байланысты дейді. Кафарат дейді, енді оны неше күн ұстаймын дейді. Байқамай ашылып қойғанға қаралмайды. Ол кафарат оған ұсталмайды. Кафарат шариғаттың шеңберіндегі бұзған нәрсеге кірмесе бұзылады. Байқамай деген сөз, мысалы аузын шайып жұтып қойса, кафарат ұстамайды оған. Ол күніне күн ұстайды. Ол енді аузымды ашып қойдым деп отыр, байқамай. Қалай, жоқ, байқамай деген сөз. Нақты жазбапты. Иә, сол үшін міне былай. Мысалы мен шыдай алмаймын, қойшы мен ұстай алмаймын, болды, болмайды. Шөлдедім, болды, қойдым десе. Иә, немесе бастықты біреудің көңіліне қарады да, құдасы келіп қалды шетелден, ойбай құдадан ұят болады деді де, күндіз тамақ ішіп жіберді. Міне осы сияқты адамдардың бір күн қазасын ұстайды да, 60 күн ортасын үзбей кафарат оразасын ұстайды. Міне соны кафарат дейді. Ал енді аузын жуып атып, мысалы тісін шайып атып, күндіз жұтып қойса, күніне күн ұстайды. Осы жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, жерге жебірейіл періштелер түседі, періштелер түседі, қадір түнде періштелер түседі деді. Мақсат не? Мақсат кешірім ғой. Түбі. Құдайдың пенденің кешірім, Құдайдың пенденің кешіруі. Соған мүмкіншілік беруі, шанс беруі. Мына бір хадис келеді ағасы. Мынау өзі бір адамдар дейді, қияметте тозаққа түсіп қалады екен. Сонда Алла тағала бұл адамға жәннеттегілердің бергі жағын көрсетеді екен. Әдейілеп өзі. Сондағы мақсат не дейді көрсеткендегі? Соған жалынады екен әлгі адам. Құдайым, мен өзі жәннет тозақта азап көретін. Анаған кішкене жақындатшы есікке дейді екен. Алла жақындатады екен. Содан кейін енді есігіне жақындайыншы дейді екен. Есігіне жақындайды. Содан кейін осы кішкене чуть-чуть бер жағынан кірейінші дейді екен. Алла кіргізеді екен. Сөйтіп енді сұрамайсың ба? Сұрамайды. Енді осыдан кейін сұрамайсың ба? Сұрамайды. Әйтеуір не керек, жәннеттің төрінен шығарады екен әлгі адамды. Сондағы мақсат не дейді ғой көрсетудің? Кешіру. Бәрібір кіргізу. Сол сияқты қадір түннің түпкі мақсаты пендені кешіру. Сол шансты, мүмкіншілікті пайдалануы, мүмкіндікті жіберіп алмауы. Мысалы, үйдегі қымбат нәрсені бала сындырса, содан кейін басын төмен ұстап, әкешім мені кешірші десе, басын төмен ұстап тұрса, кешіресіз ба? Кешіресіз. Ал қақиып тұрып алып, сындырдым ал, не істейсің десе, не болады?
ауа райы басқаша болады. Құды сол сияқты пенденің тәкаппар болып тұрған пенденің басын иіліп өзінің әлжуаздығын мойындап қателігін мойындап қадір құдірет Аллада екенін түсініп өзін төмен алатын болса міне осы жерде кешірім келіп шығады. Алла тағала енді пендесін дәл осы күні кешіреді және сол періштелер сол үшін де түседі деп жатырсыз ғой. Яғни қадір түні адам кешірім сұрау керек, көптеп кешірім сұрау керек. Иә, өзі Мұхаммед саллаллаху алейхи пайғамбарымыз әйелі Айша анамыз сұраған екен. Осы енді бір кезде бір қадір түнде тұспа-тұс тұспалдап сәйкес келіп қалса мен не істеймін мен енді, қандай дұға айтайын, не қылайын деген кезде дұға үйретті. Сен Құдайым кешірімдісің, кешіргенде жақсы көресің, мені кешір. Иннака афуун тухиббул афва фаъфу анна. Я Алла, сен кешірімдісің, кешіргенде жақсы көресің, мені кешір деп айту. Сонда қараңыз, бақ, дәулет, ырыс, нәсіптен бұрын кешірімді сұрап тұр. Неге? Өйткені кешірім келген адамға қалған нәрсенің бәрі өздігінен келеді. Өздігінен келеді. Сол үшін кешірім сұраудың түбі үлкен дүниеге барып тіреледі. Жақсы, хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Иә, тыңдап отырмыз. Ва алейкум ассалам. Ниеттеріңіз сау болсын. Амин. Өте керемет бағдарламалар болып жатыр. Тұтқындар жақында. Жаңа алдында бір сұрақ болды, бір қарындасымызға, апайымызға бір даладан тауып алған ақшаны өзіне жарықтап бола ма, десем болады дегендей. Иә. Оны менде сұрақ жоқ. Сұрақ жоқ. Мен просто қосымша айта салайын деп едім. Айтыңыз. Жаңа қосып. Иә. Айтыңыз. жаңағы діни жауабын енді нұрланнан Иә. ағамыз. Бірақ енді зайырлы Ақысы. жаңа сол ақшаға деген құқығы мүмкін бір қандай бір білмеймін қандай жағдаймен Дұрыс, өте орынды. Иә. Дұрыс, сіз енді заңға жүгініп отырсыз. Иә, жоқ, бізде егер сенетін болса заңға, егер бізде көп адамның жасыратын жоқ, сенімі төмен ғой. Ол ана полиция жақ қояды, бір пәле жақ қояды деген сияқты түсінік бар адамдарда ше. Мен сол үшін айттым, көрдіңіз ба? Жарияласын дедім. Мен тауып алдым деп жарияласын дедім. Ол аккаунтына салып интернетке жариялаған кезде автоматты түрде полиция қызметкерлері, басқалар әлбетте қосылады. Мүмкін оның ішінде жаңа айтқан мемлекеттің қаржысы шығар, мәке бір нәрсе шығар. Сондықтан жасыратыны жоқ, мына наркотиктің ақшасы шығар, білмейміз ғой есірткінің. Сондықтан жариялаған кезде ол бірден шығады. Зайырлық, құқықтық осы жерде келіп шығады. Яғни біз тек қана ислам жағынан емес, мен айтып кеттім жарияласын деп. Жариялау деген сөз міне біздің барлық әлеуметтік желіде көріп тұрады. WhatsApp-ыңыз бар, Instagram-ыңыз бар, статусыңыз бар, жариялау керек. Мысалы, мынау неде де жоғалған құжаттың күшіне ену үшін міндетті шарттардың ішінде не істейді? Газетке жариялайды. Бәрекелді. Тура осы да сол жариялау. Болмаса күшін жойсын дейді. Бәрекелді. Сол жариялап жойады ғой енді. Жариялап барып оның шешімін жаңа кімге әкеліп бересің? Құжат жинаған адвокатқа, жаңа бір нәрсеге сотқа әкеліп бересіз, олар алып ары қарай күшіне кіргізеді. Жақсы. Енді қадір түнінде мақсат тек ұйықтамай жүру ма дейді? Жоқ. Ұйықтау қандай дұрыс? Мен жаңа айттым ғой. Ұйықтамасын деген қағида жоқ, қатып ұйықтамау керексің деген сөз жоқ. Адам өзін қарап көру керек. Ертең жұмысы бар адам болса, ұйықтағаны жақсы айналайын. Ертең мысалы айтайық, үлкен жауапты қызметте болып, ертең ұйықтамай бір нәрсенің орнына дұрыс болып, операция істейтін дәрігер болып, немесе жаңағы ота жасайтын дәрігердің ассистенті болған кейбір мейірбикелер уколдың орнына ауыстырып алып, ұйықтататын орнына көзін бадырайтып қойып, жаңағы анау өткенде бір медицинский университетке барып кездесу өткізіп едім, медицина университетіне. Сол кезде орамал таққан, хижап киген қызымыз айтады: аға, енді мен оқуға түстім, енді мына орамал тағам, намаз оқимын десем, сол айтады: енді мен адамдардың әурет жеріне көрем, харам болады ғой дейді. Мен айттым: сені көрмесең харам болады.
Сен жақсылап көріп ал, нені қайда салып, неде қайда тығып жіберетініңді. Өлтіріп қоясың бақсы қазақтарды. Өзіміз әрең кеп сені жанымызды түйіп саған алып келген кезде сен бізді өлтіріп алсаң бәле ғой. Тура сол сияқты айтайын дегенім. Яғни нақты бұны қарап көру керек. Қаншалықты бұның заманауи пайдалану көмін пайдалану. Айтпағыңыз өз ісіңіздің маманы болды. Маманы ол, иә. Қазір сіз ұйықтамайсыз, мысалы, түні бойы. Ертең күні маманы шатыстырып, пинцеттің орнына пышақ беріп, пышақтың орнына пинцет беріп, немесе жаңағы кез келген қызметте, ол қай қызмет болса, ұйықтап есеңгіреп отырғаны ғалымдар бүйтіп айтады. Түні бойы тахаджуд оқып дейді, түнгі намазды оқып, бұл ерікті намаз. Осы ерікті намаз түні бойы көз ілмей оқып, ертесі күні есеңгіреп, немесе тәкаппарлап, мен түні бойы намаз оқыдым деп мұрнын шүйіріп жүргенше дейді, ел қатары жатып ұйықтап, күндізде басыңды төмен салып жүргенің артығырақ дейді, тәкаппарламай. Сол сияқты мына мектепке барамын деген балаларымыз мешітке барып алып, мешітке жаңағы көз ілмей отырам деп отырып, ертең сабақта маужырап отырып, ненің не екенін білмесе, бұл жақсы емес. Сондықтан әр нәрсе жөнімен болу керек. Ауыз ашарда асығыңыздар деген сөз бар ғой дейді. Кейде мен 2 минут ерте ашып қоямын. Онда 1 сағат ашақ та жауап болмайды, ол дұрыс емес ол. Ауыз жаңағы ерте асығыңыздар деген сөз кешіктірме деген сөз. Уақытысынан себепсіз. Бірақ осы жерде кешіктірме деген сөзді бір түсіндіріп кетейін. Мына кейбір адамдар енді ауыз ашайын деп кафеге келіп қаласыз. Алдын ала тапсырыс бермегенсіз орынға. Енді жасыратын жоқ, ауыз ашардың кезінде дерлігі біздің Қазақстанда кафелердің барлығы ауыз ашар беретін жерлердің бәрі лық адамға толы болады. Сонда көп адамдар уақыты кірді деп тұрады да тамақ іше береді. Жаңағы есік аузында тұрып. Бұл әдепсіздік. Есік аузында тамақ ішу. Одан кейін мына біздің қазір арабша мода болды, ифтар деген. Ифтар деген елді тойғызу емес. Ифтар деп суға айтылады. Бірінші ішкен суға айтылады. Үйдің иесі сізді ауыз ашарға шақырды ма, менің қолымнан мен сатып алған суды іш дейді. Ең дұға қабыл болатын ләззат сол. Анау қалған бешбармақ, палау, мәнті не? Ол менің көңілім, менің саған тойлағаным, сенің менің үйімдегі ауыз ашқаныңды белгілегенім, нышаналағаным, құрметтегенім, даралағаным, той жасағаным былайша айтқанда. Негізі ауыз ашар деген бір құрма, немесе бір су, жұтым. Бір жұтым су. Мына жерде бір хат келген екен, жаңағы менің сізге ол той дегеннен. Бүгін қазақтың тойы біткен ба? Бүгін той тойлап жатырмыз. Туған күніміз тойлап жатыр. Бола ма осы бүгін? Ішкілік ішпесін, жақсы ниет айтсын, бізді тыңдасын таңға дейін. Жақсы болады, сау болады. Қазақ радиосымен біз болса, вообще жақсы болады. Хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрейік. Қайырлы кеш. Сәлеметсің бе? Әумин. Имам мырзаға сұрақ қояйын дедім. Менің жолдасым күйеу оразада еді, бірақ менің давлениесі көтеріліп, сол оразасын бұзып дәрі ішкен. Енді соны жаңа өте неше күн ұстау керек? Күніне күн ұстайды. Күніне күн. Ол ауырып қалды ғой. Иә, себебі бар ғой. Бір күнге бір күн ұстайды болды. Бір күнге бір күн ұстайды. Бұл кісінің айтып отырғанда сол 60 күн ұстап жүрмей ма деген. Жүз жоқ. 60 күн ұстайды себепсіз болса, бұның себебі бар ғой. Адам ауырса, тіпті де айттым ғой, жолға шықса. Жоқ, жолға шықса ол еркі болады. Мысалы жаңағы байқаусыз да жұтып қойды. Мысалы мынандай мәселе де болуы мүмкін. Ертеңінде сіз сәресіне тұрдым дедіңіз, яки кешіктім дедіңіз да тез тамақ ішіп алдыңыз. Сөйтіп сағатқа қарасаңыз, уақыт өтіп кетті. Білмей қалдыңыз. Енді күніне күн ұстайсыз, бірақ 60 күн ұстамайсыз. Сіз әдейілеп істемейді. 60 күнді қашан ұстайды? Әдейілеп бұзса. Сол кезде ғана. Қасақана. Әйтпесе болады. Тағы бір тыңдаушы бар екен. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Рахмет. Келіп жеткен Рамазан айы қадірден ақылы. Рахмет. Амин. Құтты болсын. Мен ағама сұрақ қояйын егер жалпы өзім қазіртына қай жерде күтуге болады? Ете ғой, бәрібір ғой, иә? Сосын? Ете ма? Осы ғой сауалыңыз негізі. Қонақ күту ма, қонаққа бару ма, ауыз ашар дейді. Жоқ, мен оразада емес, негізі дейді ма? Иә.
қалай қашан қабыл болсын қарындасым, ниетіңнен айналдым сенің. Қандай мына ақ көңіл. Сонда уайымы сол ғой, мен қонаққа кетіп қалсам, періштелер үйгіп, мені таппай, ары жарып, бері жарып, квартираларға кіріп, соседтерге кіріп, кездесе қалам ба деген. Сондай уайым ғой бәрі қазағым. Көрдіңіз ба, қыз балалар уайымдап жүр бұның бәрі. Өте жақсы ғой, өте жақсы. Ниет ақ қой, ниет ақ қарындастарымыздың. Сондықтан қабыл болсын дегім келеді. Ешқандай мәселе жоқ, қонақ қылыңыз, қонақ шақырыңыз. Бірақ осы жерде бір мәселе айтып кетейін. Мына жаңа жылды күткен кезде кеше кеңес кезінен қалған винегрет деген салат жасап жатқандар бар да. Мұсылмандықта қадір түннің салатын шығарыпты осы жақында біреулер. Қадір түннің салаты. Мен жеген жоқпын, бірақ интернетте ғаламтордан көріп қалдым. Сондықтан ондай салат жоқ. Ешкім келмейді, Қыдыр ата келеді дегенді күтіп жүргенде бар. Қыдыр ата, Қыдыр апа, ешкім келмейді өзі. Біреуді есікті ашып күтіп алып, 12-де қайта жауып қойып, жаңағы кішкентай қылтима есіктерді ашып, терезелерді ашып, біреуді шығап, біреуді күтудің керегі жоқ. Ешкім тақылдатпайды. Соңын жел бола ма, біреу тырыстай ма, пырыстай ма деген керегі жоқ. Осы күтпейді. Баяғыда біреу неде жұмыс істейді екен, жанармай құю бекетінде. Сол өзі айтып берді маған. Қадір түні болды дейді, түнгі сағат 12-де дейді. Бір уақыттан кейін өзі шетте, жанармай азаясы шетте дейді. Бір уақыттан кейін дейді, түнгі сағат 12-де ит келді дейді. Ойладым дейді, Қыдыр ата деп. Қыдыр ата келеді деген естігем дейді. Содан есті жүгіріп шығып, жаңаған барып, Қыдыр ата десем қашат дейді ана ит. Мен қайта жүгірем дейді, Қыдыр ата деп, ол тағы қашат дейді. Сөйтіп дейді, әбден қиналдым дейді. Соны ең сонда кетті дейді. Сол Қыдыр ата болды ма дейді. Жоқ, Қыдыр атада ешкім келмейді. Бұл тек қана ғибадат, құлшылық, мінәжат жасап, тілек жасайтын кез. Болды, оның өзі шамаң жетсе, жетпесе жатып ұйықтаңыз, ертең әдеттегідей оразаңызды ұстаңыз деген сөз. Енді шариғат бойынша енді бізге жеткен риуаяттар бойынша енді соңғы 10 күнде дейді ғой. Онша тақ күннен іздейміз, жарайды енді жұп күннен де іздейік. Бірақ енді сол күнде көбінесе айтатыны күннің ашық болатыны, жаңбыр жаумайтыны, басқасы бар. Осыны да күтетін адамдар бар. Егер мысалы айтайық, былай деп айтайық, қараңыз. Мынау Ресейдің Петерборында, содан кейін Қазақстанның кейбір өңірлерінде сондай болып қалуы мүмкін, күн бұлт болып. Сонда биыл Қадір түні періште келмей ма? Мен де солай ойладым. Соны күтетіндер бар. Бүгін күн бұлтты болды. Неге? Сонда бүйтеді далаға шығады да, дала бұлт екен, болып ұйықтай берейік. Неге бүгін келмейді берсе, гарантированный. Жоқ, ондай сөз. Сіз жасай беріңіз. Мысалы бізге Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бүгін деп 26-сын 27-сін деп жобалап ниет қылып айтты ма? Көптің тілеуі көл. Ол дала тұман бола ма, бұлт бола ма, жел бола ма, болмай ма, ыссы бола ма, суық бола ма, оған қарамаймыз, ниет қабыл болсын дейміз, болса мен. Көптің тілеуі көл. Біздің бас қатыратын ол емес қой бізге. Жаңбыр ма, бұлт па, басқа ма? Жаңбыр жаумай қой мүмкін. Жаздың қыс болуы мүмкін, суық. Ешқандай мәселе жоқ. Табиғатта онда да қараңызшы. Періштелер келе жатып, ауа райын қарамайды ғой енді ол періштелер. Періштелер келеді, дала бұлт екен. Қой қайттық енді болмайды екен. Неге дала бұлт енді? Келмейміз Қазақстанға деп кетіп қалмайды. Келе береді. Одан кейін жүк пен тақ мәселесі. Жүк пен тақ мәселесі Қазақстан биыл 19-ында бастады оразаны. Көрші мемлекеттер Қазақстанда бастады. Мысалы 18-інде бастады. Айырмашылығы. Сауд Арабиясы 18. Сонда періштелер өзі әр мемлекетке келе ма, жоқ түгел әлемге келе ма? Түгел әлемге келеді. Онда біздің Қазақстанға кіріп, Қордаймен шекарадан өтіп, таможнядан қалай өтеді? Ары қарай өтуге болмайды. Оларда әлі тақ болып тұрған жоқ, онда жүк болып тұр. Онда қалай болады? Сондықтан олай емес. Бізге жалпы айтылды ма Қадір түні мына түн деп, осы түнді Қадір түн деп қабылдай береміз. Және ертең де айтқым келеді қосымша. Ертең де жасай беріңіз. Так, бүгін планның бәрін орындадым, болды, бітті енді деп демалысқа шығып кетпесін қазақ халқым. Ертең де жасасын. Рамазан айы біткенше. Біткенше. Әйтеуір бір тырысып қалыңыздар деген сөз. Алтын уақыттар кетіп бара жатыр. Мына жерде бір хат жазған екен, былай дейді. Рамазан айында ауызашар берген дұрыс қой дейді, сауап алады дейді. Бірақ кейінгі кездегі дастарханды көрсеңіздер, көл көсіп, бұл ысырапқа жатпай ма? Сол ғой айтып жатырмыз ғой. Ауыз ашарды демей айтылады ол, бірақ негізі ауыз ашатын бір ғана су. Шурбатан мен ма дейді, бір жұтым су, немесе тамыра бір құрма дейді. Бұл бір тамыр бір құрма берсе жеткілікті. Ар жағы сіздің көңіліңіз, пейіліңіз. Енді 3 дастархан ысырап емес, айналайын қазақ халқы. Құрметті біздің қазақ радиосының тыңдармандары. Жол жүріп келе жатқан бізді әлеуметтік желіден көріп жатқан барлығына сәлем. 3 тамақта ысырап болмайды. Біріншісі ауызашар, екіншісі таңғы сәресі, үшіншісі қонақ күту. Міне,
Біздің қазақтың анан бәрі ысырап беруге болмайды, бітті деп осы беттен қайтаратын болсақ, өзі қашып құтыламай жүргендеріміз көп еді, сол беттен бетін көрмей кетеміз біз бір қазақ. Енді тағы да айтам, қазақтың басын қосқан бір табақ, қазақтың басын бөлген бір табақ болады. Сондықтан біз бұлай басқа кездегі ысырапты реттеп алайықшы. Ысыраптың ең үлкені қайсысы? Екі ысырап. Біріншісі ұрпағын тәрбиелемеу ысырап. Екіншісі ысырап уақытты босқа өткізу. Уақыттың қадірін білмеу. Міне осы ысырап ең үлкен. Ал қалған ысырап енді ысырап болмай қалуы да мүмкін. Мысалы, қонақ күткенде мен пейілімді, мен мақтануым емес менікі. Менікі ақ көңіл ниетімді көрсету, ақ пейілімдігі даралау. Осыны қойса мен несі ысырап оның? Желінсін, желінбесін. Ал енді үйде ешкім жоқ кезде дастарханды көл қосырып жаю, осы